Демек осы денімізде осы асқазанға Алла Тағала сондай қылып жаратқан, оған енді не істеу керек, оған көмектесу керек енді. Міне қазір кешке ішкен асымыз, бұл завод түнімен жұмыс істейді енді. Түнімен жеген тамақтың бәрін қорытып қанға айналдыру керек. Ана кішкене ғана мусор жинап қояды, соны шығара сал сен. Жұмысың сол қалай сен. Қалған жұмыстың бәрін істедік дейді. Жұмыс енді бітіп жатқан кезде таңғы намазға тұрамыз, сонымен таңғы шайымызды ішеміз, жұмысқа кетеміз. Асқазан және толтырып тастадыңыз. Ол тоқтамай обедке дейін жұмыс істейді. Обедтің уақыты келеді, первый, второйымыз бар, тағы толтырып тастадың, соны кешке дейін жұмыс істейді. Міне жыл 12 ай бойы осында істеп жатқан заводқа Алла Тағала біледі ғой бізге не нәрсе керек екен. Бір жылда бір мәрте ораза ұстаңдар деді. Тоқтат ананы тамағыңды. Бір жылда бір ай ораза ұстасаңыз, мынау асқазанның ішіндегі ана бөр дейміз ғой, қарынның ішіндегі бөр болады екен. Анау бөр. Осы бөрге көптеген сондай нелер тұрып қалады екен. Ана жеп жатқан тамақтың қалдықтары бар ғой. Ол жиналып, оны Сарыағаштағы ыстық суға қанша барсаңыз бара беріңіз. Ана шлангы жұтқызып асқазан жуып отыр ғой. Ол бөрдегі ана тұрып қалған алынбай жатыр бәрі. Алынбайды ол нәрсе. Ол асқазанды жуып береді, басқа шаруалар жасайды, бірақ ана бөрден ала алмайды. Оны алу үшін ораза ұстауыңыз керек. Ораза ұстаған кезде асқазан деген сондай мақұлық, ана бір-бірін жейді екен ғой бұл. Сіздің ішіңізге тамақ түспегеннен кейін, енді бөр тұрып қалған нелерін бәрін жеп, ішін бәрін тазартады екен. Бұл сіздің денсаулығыңызға 100% кепілдік болады. Алла Тағала соны меңзеп тұр бізге, ораза ұста деп жатыр. Міне, парыз Алланың бұйрығы, бірақ соның арқасында пайда кімге шешілді? Бізге ме, Аллаға ма? Біздің пайдамызға шешілді ғой. Машинеміздің кітапшасын жазылып қойған ғой сол жерде. Қанша километрден кейін майын айырбастау керек, машинені қандай уақытта қалай қаратып тұру керек деген секілді біздің кітапшамыз бар. Ол қандай кітап? Құран. Құран бұл мұсылман, жалпы адамзаттың конституциясы. Ол жерде нені істеу керек? Нені істемеу керек? Бәрі жазылып тұр ол жерде. Демек осы пайғамбарымыз айтып жатқаны, мынау денсаулықтың қадірін біліңдер, ауру келуден алдын деп жатқаны сол. Ана көзіміз бақырайып тұрып, қарап тұрып темекі шегіп жатқандар бар қазір. Ана темекінің қорабына суретті жабыстырып тастапты ғой қазір. Ана тісі ашылып кеткен, рак болып ауырған, тағы басқа да. Бірақ соны көріп тұрып шегіп жатқан жігіттер бар қазір. Қазақ ата былай дейді. Көзіңді соқыр қылсаң да, көкірегімді соқыр қылма дейді, қазақ айтады. Мына көкірек соқыр өте жаман болады екен. Көз көріп тұрғанымен, мына жақ көріп тұрған жоқ. Міне денсаулықтың қадірін не істеу керек екен? Пайғамбарымыз бізге меңзеп жатыр. Ертең денсаулықтың бәрін айырылып, Алла мен саған не жаздым деп жыламауымыз керек те отырып алып.